Сәлем әлем жобасындағы ең алғашқы қайғылы оқиға болатын, және де соңғысы деп те үміттенеміз. Бір апаттан аман қалдық. Сәлем әлем. Досым, сіз өміріңізде ойланып көрдіңіз бе? 20 ғасырға сапар шегуге. Егер сіз солай ойлаған болсаңыз, мен сізге Моңғолия мемлекетінің Баян-Өлгей аймағына баруға кеңес беремін. Бұл аймақта шамамен 100 мыңдай адам тұрады. Және де оның 93% қазақтар. Қалған 7% дербеттер, уренхайцтар, тувинстар және халха моңғолдары. Бұл аймақта ірілі-ұсақты 2 миллиондай мал басы бар. Егер де осы 2 миллионды 100 мыңға бөлетін болсақ, әр адам басына 20 малдан келеді. Кешіресіздер, мал деген сөзге синоним таппадым. Алдыда әлі де осындай қызықты фактілер өте көп. Кеттік бірге тамашалайық. Сәлем әлем, мен Моңғолияның батыс астанасы Баян-Өлгейдемін. Жалпы Баян-Өлгейде 100 мыңнан астам адам тұрады. 90% халқы өзіміздің қазақ тілінде сөйлейтін бауырларымыз. Атың кім? Марат? Марат? Иә. Мара дей. Мара дей. Мара. Иә, Мара. Мусор қайда? Мусор қайда? Тасайын да, мусор, тасайын. Қоқыс алғыш па? Қоқыс алғыш. Ана, пештің астында. Баян-Өлгейдің бір жаман жері, айналаңда осындай матахандар көп жүреді. Аузында ашсаң болды, аузыңа кіріп кетеді. Екінші факт, Баян-Өлгейде қойдың етінен де қаж жасайды екен, иә. Қойдың етінен қаж. Қойдың етінен. Мойын ет бар ғой, қойдың мойын етін салады, иә па? Ананың нені жатын қаз айтпақшы? Жылқыныкі. Бәші. Бізде тек қана қазын тек жылқын етінен ғана істейді. Бізде осындай. Жоқ, кістікен олай шетчатқа әдем. Иә? Қойдың етінен қаж жасайсыздар, ол қалай? Жалпы енді ол келе жатқан салтымыз сондай енді өзі бұрынғы келе жатқан. Иә, жасаймыз. Соққан кезде бізде алло дейді ғой. Ал бұл жақта, блин. Барма. Қызықты факт, Баян-Өлгейде бір отырғанда бір адам 5 литрге шейін шай ішеді екен. Шайды былай ғана ішіп қоймайды, яғни шайға тұз қосып ішеді. Әже, сіз шайға не салып отырсыз? Мына тұз ғой мына да? Тұз. Шайға тұз қосып ішесіздер ме? Шайға қосып. Мына шайдың бәрін кім ішеді сонда? Бәріміз ішеміз. Бағанадан бері осы шайды қайнатып жатсың ба сонда? Тифайға қайнаса болады еді ғой. Көже ашып отырмай деп қалдым ғой сен? Ет асып отырмай деп сен? Шай істеп жатыр екенсің ғой бері? Шай ішемін, 10 литр. Бір күнде 10 литр шай ішесің ба? Иә, рекорд істеп көрсетуге болады ғой. Жалпы сен шекермен шай ішіп көрдің бе, брат? Шекермен, иә ішкен. Қалай екен жалпы? Уже тәтті болады. Тұзбен ішкен шай менің табиғатыма жақпады. Қанекей. Нормально ғой? Нормально? Жақсы. 100% таза шай ішіп отырмыз. 100% таза шай, иә? Мына ішінде не бар тағы да басқа? Сүт бар. Малдың сүті. Қандай малдың? Қойын сүті. Тек қана қойын сүті, иә? Өмірінде өсет қойын сүтімен шай ішіп отырмын. Ешқандай дәм болмайды, таза 100%. Біздің Қазақстанда білесің ба, қойын сүтіне вообще шай ішпейді ғой. Қойын сүті вообще саумайды даже. Сіздер мысалы шайға ше көп тұз саласыздар, ауырмайсыздар ма потом тұзбен? Жоқ, ауырмаймыз. Просто табиғат сондай да вообще. Бағана сен не деп айтқан білесің ба? Иә. Просто бір кесе шай ішеміз де шығамыз дедің ғой сен маған. Жоқ, енді бір кесе ішіп шығамыз ғой. Надо чай тұр екен. Бір кесе, нан шайдың бәрін бір кесе емес қой дейтін. Бір 15 кесе ғана. Тағы да бір қызықты факт, егер сіз Моңғолияның супермаркетіне баратын болсаңыз, өзіңіздің карточкаңыздағы пин-кодты диктовать ету керек. 87-23 болса, өзім пин-кодты айтып қойыппын. Мәселен 67-78, иә? Соны айтасыз, ол сізге теріп береді продавец. Бұл аквапарк дейді, жергілікті тұрғындардың айтуынша бойынша. Тақия дейсі ғой да. Бұны қақтан Қазақстаннан келесіздер ма? Жоқ, осы жерде тұрады. Осы жерде жасайды. Сіздердің киіз үйлеріңіз Моңғолияның киіз үйлерінен бөлек та? Қазақтың. Герлаж ба? Ол атлем білемейді. Олардың үйінде тұрдың да бір күн. Олардың киіз үйі бөлек басқаша. Олардың киіз үйі бізде бар. Мына жақта. Баян-Өлгейде жалпы тауық пен балық етін жемейді. Неге өйткені олар тауық пен балық етін жәндік ретінде көреді. Тауық етін жеп көрген жоқсың да өмірінде? Өмірімде жеп көрген жоқсың бе?
Сосын сіздерде қасқырдың етін жейді дейді, сол рас па? Қасқырдың етін мен өзім жеп көргенім жоқ, бірақ та жейтін кісілер болады. Сосын су сиыры ма, қалай? Соны жейді де, су сиыры ма дейді оған. Суыр ма? Суыр. Оны қазақтар жемейді, моңғолдар жейді. Қасқырдың етін негізі жаздың кезінде жеуге болмайды. Жазда жеу, қыста. Ыстық нәрсе. Қыста жеу керек, иә? Қыста негізі жеу болып, жалаң жүріп. Үйде отырып темекі шеге öğretкен, Ол шегеді ғой. Соғырдың етін жесеңіз хабарласыңыз, мен соғырдың етін жақсы жеймін. Соғырдың етін бір жесеңіз жей бересіз. Күшті. Мынау ірімшік деген нәрсе өзі әдемі. Ірімшік, бұл не заттың ірімшігі? Бүкіл сиыр, қой, ешкі аралас. Айран. Қой, ешкі, сиыр, бәрі аралас. Жылқы. Дәм болмайды. Мынау деген құрт бұл. Мақтамақтың бірі. Вообще тұз жоқ қой, дәм жоқ қой. Дәм болмайды. Мынау өзі әдемі. Дәм болмайды екен, мынау құртты, ащы. Асы, құрт. Баян-Өлгейдің орталық көшелерінің бірі. Европейский стандартпен салған трасса. 2 жыл бұрын салған екен. Сәйттен Қазақстанда тұрғың келеді, не үшін тұрғың келеді мысалы? Қазақстан енді әдемі секілді болып көрінеді. Әдемі секілді болып көрінеді Қазақстан, иә? Мысалы, Қытай, енді осы Монғолияда Қытай елі көбейіп жатқандықтан мен сосын Қазақстан тұрғым келеді. Бірақ та Қазақстаннан оқиын десем, аш жақтан келіп жұмыс істеу қиын бола ма, жұмысқа тұра алмай қалам ба деп қорқамын. Қазақстанда оқысаң, Қазақстанда жұмыс істеуге болады. Қазақстанда болдың ба? Жалпы? Мен Қазақстанда болған жоқ. Негізінде мен Қазақстанға барғым келді. Сосын бармай-ақ қой, келесі жыл бар деп сөйтті. Сосын жарайды деп сөйтіп барғам жоқ. Монғолия болғанда малды ішінен жарып, немесе басынан ұлумен періп өлтіреді. Ана қойдың басына барып қан құйылады. Одан о қой сенделіктеп барып жерге құлап өледі. Одан оның ішек қарын кәдімгі ішінен жарып алады, жүрегінің тұсына. Олардың салты сондай. Монғолдар болғанда өзі солай арандап жейді малды жалпы. Бірақ жылқының етін жемейді. Бірінші рет өмірімде жаңағы ешкінің етінен манты жедім. Чисто етпеңдер оған. Күшті дәмді екен. Дәмді екен? Ұнады ма? Нан берсе қасына қаш. Монғолия елінің ұлттық тағамдарының бірі бузу деп аталады. Бұл тағам түрі сыртынан мантыға мықты ұқсайды, бірақ ішінде тек қана ет қана болады. Жергілікті тұрғындар мүлдем нан жемейді, және де көкөністер мен жеміс-жидектерді де аз жейді. Ұннан жасалған тек қана бір тағам бар, ол борцок. Бауырсақтан бір айырмашылығы қойдың майына қуырылады. Өте дәмді. Дауысым үшін кешірім сұраймын. Бұл жерде біз баян-өлгейлік жастармен бильярд, пинг-понг ойнадық, және де қызықты әңгімелермен бөлістік, әртүрлі тақырыпта. Бұл жергілікті ауқатты қазақ бауырларымыздың тойы болатын. Мені бұл тойға қонаққа шақырды. Бұнда да той өз уақытынан кешік басталады екен. Қанда бар ғой. Өз уақытынан кешік басталса да, өз уақытында аяқталады. Сағат 11-де, өткені заң солай. Ал шаңарақ көтеріп жатқан жастардың достары түнгі 12-де жиналып, әрі қарай жалғастырады жастардың үйінде. Біздің тойдан бір айырмашылығы ыстық тамақ бір-ақ рет беріледі. Онда да сағат 10:30-да. Ал той болса 11 деп деді. Осы ыстық тамақты күтіп менің қарным ашып кеткен болатын. Бұл менің Баян-Өлгейде қатысқан 3-ші тойым болатын. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде тек қана жастар жиналған. Налайықтың қазақтары жалпы қазақша білмейді екен. Жаңадан шаңарақ көтеріп жатқан жастармен және оның достарымен бірге отырып, әңгіме айтып, қымыз ішкен болатынбыз. Үй жақта Алманскіде Байқоңырда былай ойнайтын. 1, 2, 3, 4, 5, 7, жалпы Баян-Өлгейдің базарында жүрмін. Бұл жерден Монғолия несі емес, Қытай несі шығып тұр. Баян-Өлгейде негізі 2 базар бар. Көне және жаңа базар. Көріп отырғандарыңыз бұл көне базар, ал жаңа базар мен барғанда әрқашан жабық тұратын. Жалпы базардан сувенир табу өте қиын. Бұл жерде көбінесе Made in China деген товарлар сатылады, яғни Made in China. Базардан тек қана бір-ақ қана зат сатып алуға кеңес беремін. Ол нәски, яғни жыншылық. Өте жылы, тексеріп көргем.
Достар, қазір мен ана таудың басына шығам. Жалпы ол таудың басында Моңғолияның туындағы эмблема белгіленген. Мен Сәлем әлем жобасында үлкенді кішілі біраз тауларға шыққан болатынмын. Бірақ Баян-өлгейдегі осы тау естен кетпес керемет көрініс қалдырды. Бақ шіркін дешеш. Осы жобамен айналысқалы бері сөздік қорым көбейіп бара жатыр. Сәлем әлем жобасында мен ешқашан сценарий жазған емеспін. Видео артында айтатын сөздерім әрқашан импровизация болатын. Жаттандысыз, барлығы өзімнің эмоциямен. Мынаған шықтық. Потом біз мына таудың басына шықтық. Қазақстан туында неше жұлдыз бар, соны айтып берші маған. 15, 18. Не санап отырсың? Ол жұлдыз емес қой, жұлдыз ұқсап тұрсың. Онда қалай? Шуақ қой, ол күннің шуағы ғой. Неше жұлдыз бар Қазақстан туында? Жұлдыз көрінбейді ғой. Қазақстан туында есінде болсын, бір-ақ жұлдыз бар. Күн. Күн жұлдыз ғой. Моңғолия елі кашемир шығарудан әлем бойынша 2-ші орында тұр, дейді Википедия. Википедия қате айтпайды ғой дедім да, достарыма, туысқандарыма көп сыйлық алған болатынмын. Осы сыйлықтардың бәрі маған миллион тугрикке шықты. Күн мықты салқын болғандықтан мен мықты терледім, сондықтан суға түскім келді. Баян-өлгейлік бауырлар Тұлбоныр көліне баруыма кеңес берді. Онда табиғат әдемі деген болатын. Ең қымбат мотоциклді 25.000 тугрикке жалдап, сол көлге аттанған болатынмын. Бір кезде неге лимузин немесе Range Rover жалдамадым деп өкінген болатынмын. Өйткені күн күркіреп тоқтаусыз жаңбыр жауды, бұршақ аралас, онымен қоса салқын жел. Бірақ бұл мен үшін естен кетпес бір адреналин болып қалды. Жағалауда ешқандай адам болмады. Ша деп барып суға түсіп едім. Су өте жып-жылы екен. Құрметті менің көрермендерім, барып қайту 100 километр болатын Тұлбоныр көлінде 2,5 ғана сағат болған болатынмын. 2,5 сағаттан кейін Баян-өлгейге қайта оралғанымда дәл бір осындай қайғылы көрініске тап болам деп ойламаппын. Өйткені осы сағаттар мен минуттар ішінде 2,5 мың адам баспанасыз қалған болатын. Жаңалықтардан 107 техника, 600-дей полиция, құтқарушылар, электриктер және де 340 әскер көмекке жұмылдырылған деп айтқан. Бірақ мен бұлардың жартысының да көрмедім. Менің гидім Абыштың отбасы да біраз жылдар бұрын осында селге тап болған екен. Жалпы бұл оқиға жыл сайын қайталанады. Ал мемлекет бұнымен күреспеген. Және де күресе де алмай жүр. Бай деген Өлке емес па? Өлге деген? Өлгей бай деген, бесік деген, бай бесік. Баян-өлгейдің осы басты қаласы Өлгей деп аталады. Егер сіз Баян-өлгейге келетін болсаңыз, Өлгейге баратым деп айтпаңыз. Өйткені басқаша ойлап қалуы мүмкін.